Армысыздар қазақ елі, мен Ерболат Досаевты сіздің өзіңізге арнайы сұрақ қойғым келіп отыр. Бұл жерде мен бір адамның атынан емес, 57 мың адамның атынан келіп тұрмын. Енді әлеуметтік желілерде барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, және Тоқаевтың еститін үкіметімен жаңа Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз деп ылғи жиі айтасыздар. Менің сізге қояр сұрағым, сіздің жеке басыңызда даулы мәселелер өте көп болады. Соның бірі, дәл қазір 57 мың адам сіздің Алматы қаласының тұрғындары, оның ішінде Алатау ауданының тұрғындары да бар, отставкаңызды талап етіп жатыр. Неге осы адамдардың үніне құлақ аспасқа, неге орныңызды босатпасқа? Сіз қазір барлығына, сіз де, қасыңыздағы әкім де тек құрғақ уәделер ғана беріп жатыр. Осыған байланысты жеке сұрағыңыз, неге орныңызды босатпайсыз? Сұрағыңызға рахмет. Жоқ, былай істейік та, енді сұрағыңызға рахмет. Маған жауап беруге мүмкіншілік бердіңіз. Енді сіз енді осы халықтың атынан айтып отырсыз ғой, өзіңіз жаңа не қылған сияқты. Бірақ енді Алматыда тұратын 2 миллион 200 мың халық бар. 57 мыңның ішінде кім тірі, кім тірі емес деген жаңа өздеріне біріншіден енді бот ферма фамилиясы жоқ, иіні жоқ адамдар не қылғаннан кейін петицияға қарап отырмын. Көтеріп жатқан сұрақтарда не қылып бірақ бүгін сіз айтқан жерге келгеннен кейін жалғыз уәде емес, селіп жатқан жұмыстарымыз көп. Мына жерге келген адамдар айтып жатқан сұрақтардан бітірілмеген сұрақтары бар, уақытымен бітірілмеген жерге. Бірақ енді қала деген тірі механизм, күн сайын бір емесе болып отыр. Әкім ретінде енді білмеймін, сіздің енді пікіріңіз маған да маңызды шығар. Бірақ мен туралы, жұмысым туралы қалай не қылатын, енді мына жерге тағайындаған менің мемлекет басшысы өзінің шешімін шығаратын шығар. Рахмет. Сау болыңыз.